الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Әуелі жаратқан Алла Тағалаға сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салауаттар мен сәлемдер болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді жамағат, құрметті бауырлар, баршамызға күндердің төресі, қасиетті жұма, хайырлы құтты мүбәрәк болсын. Қадірлағайын, бүгінгі жұмамызға арқау болған тақырып ислам дінінің 5 парызының бірі қажылық төңірегінде өрбейтін болады. Баршамызға аян, исламның 5 тірегінің бірі бұл қажылық. Қажылық сөзі араб тілінде сөздік мағынасында әл-хаджу деген ұғымның баламасы. Яғни тілдік мағынасы ұлық тұтқан нәрсеге талпыну. Оны мақсат тұту деген мағынаны білдіреді. Яғни бір нәрсеге талпынуды араб тілінде хадж дейді. Бір нәрсені мақсат тұтса, соны араб тілінде хадж деген сөзді қолданады. Ал шариғатымыздағы анықтамасы, шариғатымызда балиғат жасқа толған, ақыл есі дұрыс, денсаулығы сау, әрі қаражат мүмкіндігі бар адамға Зүл-Хиджа айында, яғни алдымызда құрбандық мерекесі келе жатыр. Міне сол Зүл-Хиджа айында. Сол Зүл-Хиджа айының ішінде белгіленген уақытта өмірінде бір рет Меккеге барып, сол жердегі бекітілген рәсімдерді атқаруды қажылық деп айтады. Қажылық ғибадатын орындау әрбір мұсылманға парыз. Қандай мұсылманға? Құран аятында айтқандай, Әл-Имран сүресінің 97-ші аятында жаратушы хақ тағала: Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Алланың үйін зират етуге шамасы келетін, қадари халы жететін әрбір мұсылман үшін қажылыққа бару оның мойнындағы Алланың ақысы дейді. Яғни оның мойнындағы жағдайы бар адамға, денсаулығы бар адамға өмірінде бір рет баруы қажылыққа Алланың алдындағы оның міндеті дейді. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде де баршамызға аян, белгілі, ислам 5 нәрсенің үстінде құралған дейді. Соның ішінде Алладан басқа тәңірдің жоқтығына, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оның елшісі екендігіне куәлік ету, намаз оқу, зекет беру және де қажылыққа бару, соңында Рамазан оразасын ұстау дейді. Бұл хадис имам Бұхариде және Муслимде риуаят етілген. Бұны баршамыз білеміз. Демек, қажылықтың парыздығы Құран аятымен және пайғамбарымыздың хадистерімен бекітілген. Оның шарттары да көрсетілген. Жағдайы бар адам, материалдық тұрғысынан да, денсаулық тұрғысынан да мүмкіндігі бар адам өмірінде бір рет қажылыққа баруы ол міндетті. Бізге мына жұма намазына келіп, 5 уақыт намаз, ораза, зекет, қандай парыз болған болса, жағдайы бар адам үшін өмірінде бір рет қажылыққа бару дәл сондай мұсылмандық міндет екен, құрметті ағайын. Біздің дана халқымызда да қажыларды ерекше құрметтеген, қажылыққа баруды ұлы сапар дейтін, халық арасында ұлы сапарға барып келді дейді. Және де қажы адам келсе, үйдің төрінен орын беріп, қажеке, қажы келді деп соның батасын алуға тырысады. Егер қажы келген, қонақ болып түскен үйге отбасында нәрестелі болып перзент дүниеге келсе, сол перзенттің атын сол келген қажының құрметіне қажы келді, қажы Мұрат, қажыбай деген секілді есімдермен атаған. Біздің бабаларымыздың да өлең шумақтарында, қанатты мақал мәтелдерінде қажылық жөнінде ерекше аталған тұстарда бар. Мысалға, мәшһүр Жүсіп бабамыздың
өлең шумағында былай дейді: бірі қажы 5 парыздың бірі қажы дейді, яғни 5 парыздың бірін айтып жатыр ғой. Бірі қажы 5 парыздың бай адамға, 4 түлік төңірегі сай адамға, парыз емес, уақа жоқ, бармаса да ауқаты аз, қолы қысқа жай адамға, пайғамбар байлар қажыға жүрсін депті, мені келіп үмметім көрсін депті дейді. Осы өлең шумағында да біздің бабамыз жоғарыда Құран аяттарын хадистерден қысқартып өлең шумақтарымен жеткізіп отыр. Қараңыздар, жай ғана қажылыққа бару парыз деп жатқан жоқ. Қажылық 5 парыздың бірі, оны 4 түлігі сай адамға міндет деп жатыр. Ал енді парыз емес дейді, және күнә емес, жағдайы жоқ адамға, баруға жағдайы жоқ адамға міндет емес дейді. Қажылыққа байлар келсін, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мені көрсін деп тұр дейді. Яғни қажылықтың парыздығы, білесіздер, бұл Меккеде орындалатын құлшылық. Бірақ қажыға барған адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Мадина қаласына барып зиярат етеді. Пайғамбарымызға барып сәлем береді, салауат оқиды. Сол секілді пайғамбарымыздың жүріп кеткен жерлерін, сондағы тарихи мешіттерде құлшылық жасайды. Бабамыз тек қана қажылықтың парызын ғана емес, сонымен қатар пайғамбарға барып салауат айтып сәлем берудің де осы өлең шумақтарында ерекше насихаттап кеткен. Қажылық турасында Шәкәрім Құдайбердіұлы бабамыз мұсылмандық шарт атты кітабында айтады: қаж қылуға қаражаты да һәм үй ішінің напақасына да малы жетерлік байларға ғұмырында бір мәрте қаж қылмақ парыз дейді. Ал Ыбырай Алтынсарин бабамыз мұсылманшылықтың тұтқасы атты кітабында былай дейді: қаж ету дегеніміз өмірінде бір рет Мекке шаһарында болғушы Қағбатуллахты, яғни бір рет Мекке шаһарына баруды айтып тұр ғой. Қағбатуллахты, яғни Алланың құлшылық ететін үйі деп танылатын орынға барып зиярат ету, Қағбатуллаға барып тауап ету, я болмаса жыл сайын міндетті амал емес, шамасы келетін адам өмірінде бір рет барып қайтса мойнынан парыз кәміл түседі деп жазған. Яғни бұл жерде де Ыбырай Алтынсарин бабамыз да өзінің еңбегінде, мұсылмандықтың тұтқасы атты еңбегінде, қажыға жағдайы бар адам бір рет өмірінде бару керектігі, оған жағдай келмейтін адамға міндет емес екендігін кітаптарында айтып өтті. Бабаларымыз бұның барлығын қайдан алды? Бұның барлығын әрине бабаларымыз Құран, аят, хадистерден сусындады, және де қарапайым халыққа қарабайыр тілмен жеткізді. Ол кісілердің өздері де біздің бабаларымыздың қаншама жаяу жалпылап, түйемен, атпен кезінде қажылық парыздарын атқарғандары да баршылық. Қажылық құлшылығы сыртқы рәсімдерді орындаумен қатар, қажылыққа барған кезде сыртқы рәсімдерді көзге көрінеді, тауап жасау, Сафа мен Маруаның арасында жүру, жамаратқа барып тас лақтыру, Арафа, Мұздалифа бар, басқасы бар. Бұл материалдық тұрғыдан да, денсаулық тұрғысынан да дайын болумен қатар, рухани тұрғыдан да дайындықты қажет етеді. Себебі бұл рухани құлшылық ең бастысы. Ең бастысы рухани құлшылық. Сол рухани құлшылықты жүзеге асыру үшін әрине денсаулық пен қаржылыққа келіп тіреледі. Сондықтан да әрбір қажылық сапары парыз болған мұсылман адам оған руханида дайындалу керек. Біріншісі ол ниеті. Адам ниеті дұрыс болған жағдайда ғана оның амалы қабыл болады. Ол ниет құлшылықтың рухы, нағыз мәйегі. Ниетсіз атқарылған құлшылық жансыз дене іспетті дейді ғалымдар. Сондықтан да ниеті дұрыс адамның ғана құлшылығы қабыл болады. Ал ниеті бұрыс болса, адамның амалы да бұрыс болмақ. Алла Тағала қасиетті Құранда не дейді? Фәбудилләһә мұхлисан ләһуддин. Ендеше дінді Аллаға ғана арнап, ықыласпен құлшылық ет дейді. Бұл Алланың бұйрығы. Пайғамбарымыздың хадисінде де баршамызға мәлім болған иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава деген хадисінде де шын мәнінде әрбір амал ниетке байланысты. Расында әрбір кісіге ниет еткені тиесілі дейді. Имам Абу Дауд
рахимахулла, хадистегі амалдар ниетке байланысты деген сөз дейді, исламның тең жартысын құрайды дейді. Яғни исламдағы тең жартысы амалдардың барлығы ол ниетке байланысты екен. Ниет өте маңызды құлшылықта. Әрбір амалдардың сыртқы формасы бар секілді, ол көзге көрініп тұрады. Оны бізде захири дейді. Яғни сыртқы көрінетін амалды захири дейді. Дәл сол секілді, мысалға біз намаз оқыған адамды, ораза ұстаған адамды, қажылық жасаған адамды, зекет берген адамды, мұның көрінетін жағы бар. Көреміз оны амал жүзеге асырып жатқандығын. Бірақ оның ішкі жағы да, батини жағы дейді. Батини жағы да өте маңызды. Бұл көзге көрінбейтін, әрине жүректегі ниет, құрметті ағайын. Біз мына жерге келдік. Сыртқы көрінісімізбен жұма намазына қатысып отырмыз. Аллаға шүкір. Бірақ бұл құлшылықта да адамның ішкі жан дүниесі қандай ниетпен келді, құлшылықты қалай атқарып жатыр, сол Құдайдың алдында ең басты ескерілетін амал екен, құрметті ағайын. Құран хадистерінде де, пайғамбарымыз өсиеттерінде осы нәрсе айтады. Мұсылманның ниеті оның амалынан хайырлы дейді. Сондықтан да кез келген құлшылықта адамның ниеті дұрыс болу керек, аз болса да. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз хадисінде айтады: «Инналлаха ла яқбалу минал амали илля ма кана лаху халисан вабтуғия бихи вajхуху» дейді. Расында Алла тағала шынайы ықылас және өзінің разылығы қаланған істен басқасын қабыл етпейді дейді. Тек Алланың разылығы үшін ниет дұрыс болса, шынайы ықыласпен болған амалды ғана Алла тағала қабыл етеді деп ескертеді. Осы орайда кез келген құлшылықта жат пейілден, жат ниеттен аулақ болуымыз керек. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам шынайы ниетпен, құлшылықпен игі болған қажылықтың сыйы жұмақ екендігін, пейіш екендігін сүйіншілеген. Соның ішінде пайғамбарымыз айтады: «Әл-умрату иләл умрати каффаратун лима байнахума, вал хаджул мабруру лайса лаху жазаун иллал джанна». Бір умра деген кіші қажылық қой енді. Бір умра мен келесі умраның арасында жасалған күнәлар, сол умрасы каффарат дейді, яғни соны жуып шаятын, соның кепілі. Ал мәбрур болған қажылық деген игі қажылық, ешқандай күнә араласпаған, шариғат талаптарына сәйкес орындалған, рухани келбеті сақталған амалды хадж мабрур дейді. Мабрур болған қажылықтың сыйы ол тек қана жәннат дейді. Яғни пейіш деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтқан. Және де Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте де Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам сұралған екен: «Әйюл амали афдал», ең абзал амал қайсы деген кезде, фақала иман биллах ва расулихи, Аллаға иман келтіру және оның елшісіне иман келтіру деген ең қайырлы амал. Одан кейінші деген кезде әл-джихаду фи сабилля, Алла жолында күрес дейді. Одан кейін қайсысы деп сұралған кезде, айтылған кезде, қала хаджу мабрур, қабыл болған, игі болған қажылық деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жауап берді. Енді имам ан-Науави де бұл жерде мабрур болған қажылық, яғни игі қажылық, ешқандай күнә араласпаған қажылық деп түсіндірген. Осы орайда кейбір адамдар сұрап жатады: намаз оқымайтын адам, ораза ұстамайтын адам қажылыққа барса бола ма, оның қажылығы қабыл бола ма деген сияқты сұрақтар қойып жатады. Жалпы намаз оқымайтын адам, ораза ұстамайтын адам қажылыққа барса, оның қажылығы дұрыс. Ал енді қабыл болу, болмауға келетін болсақ, тіпті намаз оқып, ораза ұстап жүрген адам қажылық жасаса, Алла оны қабыл етпеуі де мүмкін. Яғни бұл жерде мынаны орындасаң қажылығың қабыл, мынаны орындасаң қажылығың қабыл емес дейтіндей, Алланың атынан сөйлеуге ешкімнің не хақысы жоқ екен. Намаз оқымайтын адам, ораза ұстамайтын адам қажылығын жасайтын болса, фиқ ғалымдары оның қажылығы дұрыс дейді. Бірақ қабыл болу, болмауды оны тек Алланың өзі ғана шешеді. Тіпті адам намаз оқып жүріп, ораза ұстап жүріп, қажылыққа баруы мүмкін, бірақ Алла оның қажылығын қабыл етпеуі мүмкін. Әрине ол өзінің әрбір мұсылманның жасаған іс-әрекетіне қарай, өзінің ниетіне қарай, амалына қарай. Қаншама адамдар бар, қажылыққа барып, умраға барып, кейінше намазға, оразаға келген адамдар бар. Аллаға шүкір. Сондықтан да осындай сұраққа келген кезде, намаз оқымайды екенсің, ораза ұстамайды екенсің, қажылыққа бармай қой, сен дайын емессің деген секілді
сөздерден аулақ болайық. Туысқанымыз, танысымыз, достарымыз қажылыққа ниет етіп жатқан болса, дұрыс, ниетің қабыл болсын деп шабыт беріп, оған насихат айтып, керісінше жігерлендірейік. Құран аяттарында тақуалықта және игілікте бір-бірлеріңізге жәрдемдесіңіздер дейді. Тағауану алал бирри ва тақуа дейді Алла Тағала. Екінші, қажылыққа дайындалу. Мысалға адам оқуға түсетін кезде емтихан тапсырады, тағы басқа құжаттарын дайындайды. Дәл сол секілді кез келген бір істе дайындықты қажет ететін секілді бұл ұлы сапар. Бұл маңызды сапар. Бұл сіздің дүниелік және ақыретіңіз үшін өте маңызды сапар болғандықтан кейін ол үлкен бір дайындықты қажет етеді. Ең бірінші, әрине ол рухани дайындықты қажет етеді. Әуелі қажылыққа баратын адам қазірден бастап уақытты жоғалтпай, осы жыл ниет еткен азамат болса, парыздарын, қажылықтың уәжіптерін, сүннеттерін, амалдары жайында білуіміз керек. Себебі барып тұрып бір парызы қалып қойса, қажылығыңыз тағы да қабыл болмай, жай барып келген секілді болып қалуы мүмкін. Сондықтан қажылықтың сауабынан, парыздығынан құр қалмау үшін бірінші кезекте қажылық жайында, амалдары жайында ақпарат алуымыз керек. Мешіттерімізде бұған байланысты ұстаздардың сабақ өтуі, қажылықтың қарсаңында әртүрлі курстар ұйымдастырылып жатыр. Осындай курстарға да қатысуға болады. Қажылық рәсімі кезінде оқылатын дұғалар жаттау, дұғалардың мағынасын түсінуге талпыну, қасиетті жерлердің тарихнамасын, Меккенің, Қағбаның, Сафа мен Маруаның, Арафаның, тағы басқа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям зиярат еткен кезде пайғамбарымыздың мешітінің, Құба мешітінің, Қиблатайн мешітінің, сондай қасиетті жерлерді, қасиетті орындардың тарихнамасын біліп, және ол жерлерге барған кезде қандай дұғалар оқылады, осыларды жаттау өте маңызды. Бұл адамның құлшылыққа деген ниетін арттырады. Себебі адам құлшылыққа дайындықсыз барса, рухани дайындықсыз барса, дұғаларды білмесе, ол жердегі тарихи жерлерді, қасиетті орындардың мән мағынасын түсінбесе, ол ертең рухани емес, жай ғана саяхаттап барып келген секілді, жай әшейін барып келген көңіл күйде болуы мүмкін. Бұл жай саяхат емес, құрметті ағайын. Қажылыққа ниет еткен адам бұл сол жаққа барып, Қағбаның қасында суретке түсіріп, немесе бір контент түсіріп, видеороликтер шығаратын, суретке түсіріп мақтанатын, риякерлік көрсететін жер емес. Бұл қасиетті орын. Бұл Алла Тағаланың жер бетіндегі ең қасиетті мекені. Сондықтан сол жерге барған кезде адам рухани дайындалу керек, саяхат үшін емес. Ол кезде сол құлшылық жайында ақпарат алуы, дәрістерге қатысуы, көбірек дұғалар жаттауы, рухани дайындалуы ол өте маңызды екен. Екіншісі ол материалдық дайындық. Құран аятында айтқандай, «Мән истата илайхи сабила», шамасы келетін әрбір адам үшін деген мағынаны осы жайында Ибн Омардан, сахабадан сұралған кезде, ол айтқан жол азығы мен көлік деп жауап берген екен. Яғни сол материалдық дайындығы болу. Қажылық ғибадатын атқару барысында тек қана өзіне ғана қажетті қаражатты жинау емес, артында қалатын отбасында материалдық тұрғыдан қамтамасыз етуі ол маңызды дүние. Себебі пайғамбарымыздың хадисінде «Кафа бил марри исман ай юдайя ман яқут» дейді. Қамқорлығындағы кісіні, отбасы, бала шағасын қараусыз қалдыруы адам үшін күнә ретінде жеткілікті дейді. Сондықтан да қажылық кезінде сапарға дайындалған адам артында қалатын отбасының да материалдық жағдайын қамтамасыз етуі қажетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадистерінде айтылғандай, пайғамбарымыз хадисінде айтады: «Салатун фи масджиди афдалу мин альфи салатин фима сиваху илля аль-масджид аль-харам, ва салатун фил масджид аль-харам афдалу мин миати альфи салатин фима сиваху» дейді. Менің бұл мешітімде, яғни пайғамбарымыздың мешітінде, Мәдина қаласындағы оқылған бір намаз Әл-Харам мешітін білесіздер, Қағба мешітінен басқа мешіттерде оқылған 1000 намаздан артық дейді. Егер пайғамбарымыздың мешітінде оқысаңыз, Әл-Харам, Қағбадан басқа мешіттерден 1000 есе артық екен оның сауабы. Ал Әл-Харам мешітінде оқылған бір намаз одан басқа жерде оқылған 100 000 намаздан артық дейді. Қағбаның қасында оқысаңыз, сіз жер бетіндегі қандай мешітте оқысаңыз да, сол Қағбаның қасында оқылған бір намаз басқа намаздардан
басқа жерде оқылған 1000 есе артық, 100 000 есе артық. Енді ойлаңыз, сіз ол жерде 5 уақыт намаз оқысаңыз, нәпіл намаздар оқысаңыз, қандай сауапқа толы қоржын жинап әкелесіз. Сол үшін де қажылық уақытында айтылатын кеңес бұл дүкен аралап, немесе басқа да бір қажылық амалдарына сай келмейтін істермен айналысып кетпей, құлшылыққа ден қойып, 5 уақыт намазды Әл-Харам мешітінде, пайғамбарымыздың мешітінде өтеуге мән беріп, намаздарға ертерек барып, зікір мен тәсбих айтып, Құран оқып, дұға етіп, Аллаға жалбарынып, жамағатпен намаз оқуға мұқияттылық таныту керек. Әсіресе нәпіл намаздарды көп оқуға мән беру өте маңызды. Қажылық сапарының басты ерекшелігі де осы. Адам барған кезде барынша құлшылық жасап қалу керек қасиетті жерде. Өйткені ол жерге жасалатын құлшылықтардың сауабы ерекше еселенеді. Ол жерге кейін сіз қайта барасыз ба, бармайсыз ба, оны бір Алла біледі. Өміріңіздегі бір рет атқаратын, парыз мойныңыздан түсетін құлшылық болғаннан кейін барынша сол қандай мақсатта барған болсаңыз, сол мақсатты ұмытпау қажет екен. Одан кейін сабырлы болу. Қажылық кезі ол оңай сапар емес, құрметті ағайын. Қаншама әлемнің түкпір-түкпірінен әртүрлі адамдар келеді, әртүрлі мәдениеттегі, әртүрлі мінез құлықтағы адамдар келеді. Жүздеген адамдардың арасына түсіп қалуыңыз мүмкін. Сондай кезде, әртүрлі қиындықтар мен сынақтар болған кезде барынша сабыр сақтау керек. Сіз намазда тұрған кезде қасыңыздағы адамыңызбен ұрыспайсыз ғой, намазда тұрған кезде. Немесе тағы да сондай намаз кезінде жат қылықтарға бармайсыз ғой. Дәл сол секілді қажылықта болған адам ол құлшылықта болып есептеледі. Тіпті Қағбаны айналып жүрмесеңіз де, сол қасиетті жерде жүрсеңіз, әу бастағы ниетіңіз елден кеткен. Қажылық болғаннан кейін сіз сол жерде қажылық күйінде боласыз. Қажылық күйінде болған адам әртүрлі қажылыққа жат әрекеттерден аулақ болу қажет екен. Ол жерде мысалы күннің аптап ыстығында құлшылық жасау, мұсылмандар топтасқан қоғамдық орындарда кезекте тұрып қалу мүмкін. Иық тірескен көпшілікпен бірге Қағбаны бірнеше мәрте тауап етіп айналу, жамаратқа тас лақтыру, ол жақын жер емес, қашықтық емес. Жамаратқа барып, мен адам барып, тас лақтыратын жерге бару, ол кәдімгідей жаяу баратын алыстау жерлердің бірі. Осындай істерде адам сабырлық сақтауы керек екен. Пайғамбарымыздың хадисінде айтады, құдси хадистерде Алла Тағала былай деп айтқан екен: құлдарым жәннатымды қалап, маған әр жақтан шаштары үйісқан күйде келді дейді. Шаштары үйісқан күйде деген, яғни жол жүріп, шаршап, шалдығып келді деген мағынаны білдіреді. Егер олардың күнәлары майда тастардың, жаңбыр тамшыларының және теңіз көбігінің санындай көп болса да, мен оларды кешірер едім. Уа менің құлдарым, сендерге кешірім сый етілді дейді. Яғни қажылықтың сыйы адам анасынан жаңа туғандай пәк болып, нәрестедей оралатындай үлкен бір сый беріледі, құрметті ағайын. Және де ең маңызды қажылықта қажет етілетін дүние ниет деп айттық қой басында. Соның қарама қайшы адамға зиянды нәрсе риякерліктен сақтану керек. Қажылық бұл, тағы да айтамыз, бұл саяхат емес. Ол жер бір мақтаныш тұтатын жер емес. Ол жер бір жерге бір мақтанып, біреуге қажы атансын, біреу мені Қағбада Меккенің қасында көрсін, тағы басқа емес. Бұл кәдімгідей шынайы ықыласпен исламның 5 парыздың бірін атқара алатын іс. Сондықтан риякерліктен, мақтаншақтықтан, біреуге көрсетуден сақтану керек. Пайғамбарымыз хадисінде бір күні сахабаларына деді: «Инна ахуафа ма ахафу алейкум аш-ширкул асғар» дейді. Шын мәнінде сендер үшін қорқатын нәрселердің ішіндегі ең қорқатыным дейді, ол кіші ширк келтіру дейді, Аллаға серік қосу дейді. Сонда сахабалар сұрайды: «Ва ма аш-ширкул асғару я Расулаллах?» Кіші Аллаға серік қосу деген ол не нәрсе дегенде әр-рия деп жауап берген. Яғни риякершілік деп жауап берген екен. Сондықтан да біз қажылық сапарына барған кезде оны риякершілікпен, көзбояушылықпен немесе ел жұртқа жарияламастан сауабын бір Алладан үміт етіп атқарып келетін үлкен құлшылық. Мысалы кейде болады, Қағбаның қасында тұрып немесе қара тасты сүйіп тұрып, тағы басқа
пайғамбарымыздың қабірін зиярат етіп тұрып, жаңағындай неше түрлі суретке түсіп, біреуге мақтанып, әрине жақсы ниетпен құлшылық осы жерге бардым, ертең маған естелік болсын, ертең елге оралған кезде осы құлшылығымды мен көріп, ары қарай иманымды күшейтуге бір қосымша бір себеп болсын деген мағына, ол ниетке байланысты. Ал енді біреуге мақтанып, біреуге жіберу, біреуге жаңағы көрсету, ниетін бұзып алу, әрине осы нәрседен сақтанған дұрыс, құрметті ағайын. Осы орайда биыл, құрметті ағайын, Сауд Арабия корольдігінің қаржылық және умра министрлігінің рұқсатымен қаржылық 2024 маусымына жазылу науқаны әлі де жалғасуда. Осыған байланысты қажылыққа ниет еткен отандастар биыл рұқсат етілген 16 тур фирмамен баруы қажет. Өткен жылда білесіздер, неше түрлі келеңсіз жағдайлар орын алды. Қажылыққа апаруға рұқсат етілмеген кейбір тур фирмалар отандастарымызды апарып, не қажылығын атқара алмай, Сауд Арабия корольдігінің тарапындағы құқық қорғау органдарының жаңағындай жазасына тартылып, ақыр соңында осындай бір қиын жағдайға тап болған жайттер де көрініс тапты. Сондықтан осындай нәрсеге ұрынып қалмау үшін, құрметті ағайын, биыл 2 мен 10 маусым аралығында қажылар, елімізде қажылар ұлы сапарға аттануы жоспарлап отыр. Арнайы діни басқармадан рұқсат етілген, арнайы құжаттары түгел болған ұлы сапарға апаруға рұқсат етілген 16 фирма бар. 16 фирманың тізімі біздің мешіттің анықтамасынан алсаңыздар да болады. Әлі де қажылыққа апару науқаны жалғасып жатыр. Барам деген ниет еткен азаматтар болса, бірақ 16 фирмадан тыс, туристік визамен апарам деген секілді әртүрлі фирмалардан біз сақ болуымыз керек. 16 фирмадан тыс фирмалар қажылыққа апара алмайды. Апарған жағдайдың өзінде де, Меккеге, Саудияға территориясы кіргізгеннің өзінде де, ол жақтың қауіпсіздік жағынан шара қолданылуы мүмкін, өткен жылғыдай. Сондықтан осы нәрседен сақ болайық, осы нәрсеге өте мұқият болайық. Рұқсат етілген 16 фирма арқылы ғана бұл құлшылықты жүзеге асыруға елімізде мүмкіндік бар. Сол арқылы қазір егер біреулер умраға апарам, қажылыққа дейін деген секілді бір фирмалар болса, ондайдан да сақ болайық. Себебі осы мамыр айының 5-нен бастап умра рәсімі тоқтатылған, құрметті ағайын. Умраға қазір апару жүргізіліп жатқан жоқ. Біреулер айтса, алдан қалмаңыздар. Сақтықтан, санықтықтан тайық. Алла Тағала біздерді екі дүниеде әртүрлі жамандықтардан сақтасын. Бүгінгі жұма уағызымызда айтылған насихаттарға амал етуіміз нәсіп етсін. Қажылыққа, ұлы сапарға ниет еткен жандардың сапарларын Алла Тағала оң етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи роббил аламин.